Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді шығатын хачапуридің жасалу жолын көрсететін боламын. Бұның рецептісі дәл алдыңғы пиццаның жасалу жолына ұқсайды. Ең алдымен жылы су, жылы сүт, тұз, қант және ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң 3 қасық ұнды салып, бұны да жақсылап араластырып, бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Бес 10 минут уақыт өткеннен соң қалған ұнымызды салып, жұмсақ қылып, қолға жабысатындай қылып қамыр илейміз. Ұнның граммы кішкене көптеу немесе аздау болуы мүмкін, әркімде әрқалай болады. Қамыры өте жұмсақ, қолға жабысатын болғандықтан кішкене сұйық май құйып, дәл осылай араластырып, қамырды илеп, бетін 1 сағатқа жауып қоямыз. Қамыр 1 сағатта көтеріледі. Дәл осылай 2 зуала шықты. Қолмен жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып жібермеу керек. Орташа қылып жайып, дәл осы видеодағыдай шұжықты салып, осылай орап шығамыз. Ортасына күштен өткізілген сырды салып, жанын жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке салып, 30-40 минутта пісіріп аламыз. Піскен соң осылай жұмыртқаны бетіне салып жіберіп, духовкада қайта 5 минутта пісіріп аламыз.